Намаз 34. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким эки салқын мұздақ намазды оқса, бейішке кірет, деді. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким эки салқын мұздақ намазды оқса, бейішке кірет, деді. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ким эки салқын мұздақ намазды оқса, бейішке кірет, деді. Бухари. Түшіндірмөсү. Эки салқын намаз дегени бағымдат менен асыр намазы. Бағымдат намазы салқын, суық, убагы аяқтап жатқан кезде оқылат. Асыр намазы болсо салқын, суық түшөрдө оқылат. Эки намазды өзгөчө эскертип өткөндүгүнүн себеби: таңкы бағымдат намазы уйку мезгили, асыр намазы иш күчөгөн мезгил. Андыктан бул намаздарды окуу кыйынга турат. Экөөнү такай окуган кишиге калган намаздарды окуу жеңил болот. Миркат.